Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше ұмыт болған тамақтың рецептімен бөлісемін. Каналымнан алыстамай, видеомды соңына дейін көріңіздер. Бұл тамақты анам біздерге бала кезімізде аптасына пісіріп беретін, өте ерекше болып шығатын. Сондықтан сіздермен осы тамақтың рецептімен бөлісейін дедім. Ең бірінші біздер қызып тұрған майымызды, етімізді осылай кубиктап турап, үстіне пиязымызды, аздап чесногымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Енді қызарған пиязымыздың үстіне теркадан өткізілген сәбізімізді саламыз, және де үстіне қызанағымызды салып, жақсылап қуырамыз. Сәбізді қалауыңызша ұсақтап турасаңыздар да болады, кубиктарға бөліп. Мен үйде балдарым жемегендіктен осындай тамаққа білінбес үшін осындай арнайы үккіштен өткіздім. Сәбізіміз қуырылғаннан кейін үстіне аз мөлшерде су құямыз. Суымыз бір қайнап шықты. Енді алдыңа турап алған картопымызды саламыз және де қайнатамыз. Мен үйде осындай қамырым қалып қойса морозильникте сақтаймын, және де осындай қалаған уақытта алып, жайып тамаққа қоса беремін. Мен мына жерде менің қамырым мантыдан қалған қамыр болғандықтан, енді осыны жұқартып жаямыз. Ал сіздер қалауыңызша қолдан елеп жайсаңыздар да болады. Бұл ерекше тамақты сізде кешкі асқа пісіріп көріңіз, және де отбасыңызды таң қалдырыңыз, өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналым 10 мыңға жетуіне көмектесіп қолдау білдірсеңіздер, комментарий, лайк қалдырсаңыздар, және де туысқандарыңызбен бөлісіп, менің каналымды қолдап жіберсеңіздер. Қамырымыз дайын, жұқартып алдық. Енді пельменнің қамырындай етіп кесіп бастаймыз. Экранда көрсетілгендей жасайсыздар. Енді кесіп алған қамырларымызды бір-бірінің үстіне осындай бірдей етіп қойып шығамыз, және де пышақтың көмегімен кесеміз. Енді қамырларымызды осындай етіп түйесіздер. Ондай қиын емес, экранда көрсетілгендей етіп түйесіздер. Міне, көргендеріңіздей қамырларымыздың бүкін түйіп алдық. Өте қиын емес, бүкін осылай түйіп аласыздар. Және де жаңағы қайнап жатқан картошкамыздың үстіне барып саламыз. Картошкамыз біздердің бір 10 минутта қайнаса жеткілікті. Қамырларымыз дайын, енді тамағымызға сала берсек болады. Біздердің тамағымыз міндетті түрде қайнап тұруы керек, себебі қайнамай тұрған тамағымыздың үстіне салып жіберсеңіздер, қамырларымыз жабысып қалуы мүмкін. Тамағымыз дайын, менде бір 5-6 минут қайнады. Тез піседі және қолдың қамыр болғандықтан, енді тамағымызды тарта берсек болады. Кешкі асымыз дайын, ас болсын. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар. Сіздерден комментарий, лайк күтемін. Мені қолдағандарыңыз үшін, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.